Сәлеметсіздер ме, тағдыр жол атты каналдың құрметті тыңдармандары. Өмірде болған шынайы оқиғаларды тыңдағыларыңыз келсе, арнама жазыла кетіңіздер. 1939 жыл. Жымыңдасқан жұлдыздар арасында ай бүгін жарқырап тұр. Ерекше түннің ішінде бұл ғашықтар бәрінен тығылып кездесетін. Бұл ару жақында ғана 15 жасқа толды. Ал жігіт 20-дан асқан сымбатты мұғалім. Немісшені судай сайрап, көзге түскен білімді студент болған. Бұл екі ғашық кездейсоқ қалалық үлкен кітапханада танысып, басында ұстаз бен шәкірт секілді болған еді. Бірақ жүрекке түскен сиқырлы махаббат, нәзік сезімге әп-сәтте екеуі де жіпсіз байланды. 2 жыл ғашықтар арман қуып, тәтті сезімнің жетегінде еріп, бір бүтін болуға шешім қабылдады. 1941 жыл. Өзара келіскен ғашықтар бас қосты. Ол жылдары ел ішінде соғыс туралы сыбыстар жиі айтылып жүрді. Алайда бұл ғашық жандарды алаңдатпады. Махаббат айдынында қалықтаған қос аққу секілді су бетінде мәңгі жүземіз деп ойлады. Тағдырдың тосын сыйы таусылсын ба? Отау тіккендеріне 1 ай болған жас жұбайлар қатыгез соғыстың зардабын тартқандардың қатарына кірді. Соңғы қоштасу күні күйеуі: шаңырағымның отанасы, мен сені мәңгі сүйіп өтемін. Сен үшін аман оралуға серт беремін. Мені күт, деп әйелінің маңдайынан сүйіп, құшағын қысқан күйі сұлу келіншегін қимай мұңайған. 17-дегі сұлу келіншегін қимайтындай еді. Мүсіні көз тартатын, екі беті алмадай, күлсе маржандай тістері жарқырап, еріксіз өзіне тартатын сұлу ғой. Жас келіншегі күйеуінің соңғы сөздеріне жылап: қара шаңырағымды ешқашан тастап кетпеймін. Мен сені мәңгілікке күту керек болса күтемін. Сен менің жүрегімсің, деп қайта-қайта жылай берді. Енді ғана бас қосқан бұл жұптардың қоштасқысы келмесе де, соғыс деген аждаһа еріксіз айырды. Сол бір жылдар қаншама жандарды әкеден, қаншама елдерді жесір еткен, қаншама аналарды балаларынан айырған сұрапыл, сұрықсыз пенделердің көз жасы төгілген жыл еді. Бастапқыда хат алмасып тұрған ерлі-зайыптылар бір күні хабарсыз кетті. Жас келіншек ата мен ененің қолында тұратын, өзінен 4 жас кіші қайын інісі болды. Күйеуін қанша сағынса да, үй тірлігімен ата-ененің жағдайын жасап жүрді. Соғыс басталғалы адамдарда аштықтан қиналу басталып жатты. Елдегі күнкөріс қиындап, халықтың жағдайы нашарлап кетті. Жас келін ата-енесінің жағдайын жасап жүрді. Көп ұзамай қайын інісі де 17-ге толмаса да әскер қатарына алынды. Байғұс ана зар жылап, ұлын алып қалуға тырысса да, үкіметке ешкім қарсы келе алмайтын. Үлкен ұлынан хат хабарсыз кеткенде де жаны жай таппаған ана күні-түні аман оралуын тілеп ауру болды. Келіні де қайғырады, бірақ сыр білдірмеуге тырысып ақ жүр. Қайнысы кеткен күннен бастап бұл отбасында мұң орнады. Жейтін тамақ та таусылып барады. Қорадағы азын-аулақ малды да әлдеқашан үкімет тартып алған. Үйдегі атасының жағдайы анау. Жақсы емес. Кезінде бір оқиғаның куәсі боламын деп абақтыға отырып келгелі өкпе ауруына шалдыққаны бар. Бұл үйде тек жас келін ғана жұмыс істеуге қауқары жетеді. Үкіметтің жұмысына қосылған жас келінге есі кеткен еркектер де жетерлік. Көрші келіншекті өз әпкесіндей көрген жас келінге жұмысқа шықпай тұрып: тыңда, Мария, егер сүйген жарыңа адал боламын десең, айналаңдағы азғындардан қорғануыңа тура келеді. Жұмыста 1-2 азғын еркектер бар. Олар сен сияқты жас келіншектердің етегін түрткен. Сол үшін өзіңді қорғай біл, деп біраз ақыл айтты. Негізі сол етегі түрілгендердің ішінде бұл көрші де бар еді.
Қорғансыз әйел өз басынан өткен қорлығын жылап отырып баяндады. Сол оқиғаны естіген Мария атасының кішкентай жиналмалы пышағын қалтасына салып жүрді. Онан көрші келіншекте жанынан бір ел қалмай қорғап жүрген. Десе де, жас иісті аңсаған азғын еркектер Марияны көрген сайын астына салып, аймалап, құшырлана құмарларын қандырудың ретін таппай-ақ қойды. Қалайда бұл қатынды бүгіннен бастап өзім қолға аламын деген ақсақ еркек жерге бір түкіріп кете барды. Уақыт шіркін өтіп жатыр. Жас келін күйеуін күтуден үміт үзбеді. Қайнысынан хат келіп жүрді. Оған да шүкіршілік ететін. Солай жүргенде көрші келіншектің үйіне қара қағаз келді. Байғұс әйел жесір қалғанына сене алмай қайғыру үстінде. Әпкесіндей көрген әйелді жұбаталар емес. Өзі де сондай күйді кешетіндей жылап жүр. Күйеуінің хат-хабарсыз кеткеніне неше айдың жүзі болды емес пе? Бүгін жұмысқа өзі келді. Бұл жерде барлық әйелдер көңілсіз. Ешкімнің бір-бірімен шаруасы жоқ. Күйеуін сағынып, онымен өткізген күнді көз алдына елестетіп тұрған келіншек бригаданың ащы даусы селт еткізді. Мария, сізге жедел хат келді. Кеңсеге барып алыңыз, деген сөзді естігенде жүрегі дір ете қалды. Қуанайын десе, қандай хат екенін де білмейді. Аяқтарын әрең басып, о құдайым, тек қара қағаз болмаса екен, деп тілеп келеді. Бар ойы күйеуінен келген хат деп ойлады. Алайда бұл ақсақтың ойластырған тұзағы. Кеңсеге алдап шақырған ақсақ жас келіншекті өз құшағына алғысы келді. Басында майда сөзбен «Марияшым, қане отыра ғой», деп шарап қойған. Шағын дөңгелек үстел үстінде отыруын өтінді. Бригадирдің мына сөзінен денесі тітіркеніп кеткен Мария: «Бригадир, хатты тезірек беріңізші, жұмысыма баруым керек», деп әлгі кісіден шығып кетуге асықты. Ақсақ еркектің аты ғана емес, жүрегі де мүгедек сорлы ғой. Марияның қолынан ұстап, қыпша беліне қолын сумаң еткізіп, құшақтай алды. Өзінің алданып тұзаққа түскенін енді білген жас келіншек қорыққанынан айқайлай берді. «Оңбаған, жолама, албасты!» Албастының құшағынан бір сәтке босады. Әлгі ақсақ шалбарын шешу үшін торға түскен құсын жіберген. Алайда есік алдында тұрып алған азғын: «Қане сұлуым, менен құтыла алмайсың. Құшағыма келсең, сені бақыт етемін. Қашанға дейін қурап жүрмекшісің? Енді байың оралмайды. Бір окоптың ішінде әлдеқашан шіріп кетті», деп байғұс келіншектің ызасын келтірді. «Азғын, сен сияқты иттерді өлтіре салу керек», деп әбден ызасы келген келіншек тығып жүрген жиналмалы пышағын шығарды. «Не өлтіріп, не жаралып болса да арымды сақтаймын», деген Марияда батылдық пайда болды. Ақсақ еркек пышақты көре сала қорқып босататын шығар деген еді. Бірақ ол сорлы қарқылдай күліп: «Мынау мені қорқытып тұр ма? Бала болмасаңшы сұлуым», деп Марияға қарай атылды. Келіншек еш ойланбастан пышақты жүрегіне емес, бүйрегіне сұғып алды. «Салдақы» деген сөзді әрең айтқан азғынның бүйрегінен қан атқылай бастады. Мария енді ғана өзінің қандай қадамға барғанын білді. Қолдары оның арам қанына малынды. «Мен не істедім? Мен қалайша?» Алғаш рет адамды жарақаттаған келіншек есінен ауған қалпы жерге отыра кетті. Бұл ақсақ дәрменсіз әйел деп алдына келгенде бір сәттік ашумен пышақты сұққан еді. Арын сақтауға өзін қорғаған Мария азғын еркекті жарақаттаған үшін 20 жылға абақтыға отырды. Ақсақ еркекті таныс тамырларын ортаға салып, байғұс келіншектің көп жыл алуын ойластырды. Міне, осылай жас келіншек суық түрмеге аттанды. Ол жақта демалу деген болмайтын. Тек жұмыс. Тігін машинасын зырылдатып, әскерлерге киім тігетіндер.
тігіншілердің қатарына алынды. Қанша шаршаса да үнемі күйеуін ойлап, сол үшін өмір сүрген Марияның 20 жылы абақтының бірде аш, бірде тоқ өмірінде өте шықты. Арада 20 жыл өтті. Марияның ата-енесі, қайнінісі бұл өмірден өтіп кетті. Ең қиыны, жап-жас жігіт шағында қайнінісі соғыстан аман оралса да, аяқ қолсыз келген екен. Анасы шамасы келгенше бағып, көп ұзамай ұйқыдан тұрмай қалған екен. Күтімсіз қалған қайын інісін мемлекет 2 жыл баққан. Одан кейінгі жылдары жағдайы нашарлап, әке-шешесінің қасына барған екен. Абақтыда жатқан Марияны тек көрші, жесір әпкесі ғана іздеп, хат жазып, хабар алысып тұратын. Әрбір жақыннан айырылған сайын Марияда езіліп, үш құса болды. Баяғы ажары солып, бетіне әжім түскен. Түрмеден шыққан бойы қара шаңырағына келді. Әбден азып тозған, батпағы түсіп, тозығы кеткен ескі үйін көріп, тағы жылап алды. Апырай, қара шаңырағым тозғаны жанымды еріксіз ауырттау, деп іштей күбірлеп сөйлеп келеді. Есіктегі үлкен қара құлыпты көріп, көрші үйге аяқ басты. Көрші әпкесімен мәре-сәре болып, қауышып, көз жастарын таусалар емес. Үйінің кілтін көрші әпкесі берді. Әріден көрші келіншек бұл үйде тұрмауын айтып, жаңа өмір бастасан қалай, деген еді. Мария шошып, күйеуінің тірі келетінін айтып, қара шаңырағына жетуді аңсады. Айналдырған бір аптаның ішінде үйін жөндеп, адам тұратындай етіп алды. Сол күннен бастап Мария қара шаңырағында күйеуінің келетініне сеніп күтуден болды. Арада 54 жыл өтті. Көршілердің көбі кәріліктен о дүниеге аттанып жатты. Тек Мария қалды. Жатса да тұрса да, о Құдайым, күйеуімді бір көруді жаза көр, деп тілеп жүрді. Аллада шебер екен. 54 жылдан кейін соғысқа кеткен күйеуі өлер шағында туған жеріне бала шағасымен оралды. Шетелдік әйелмен бас қосқан. Тұтқынға түсіп, кейін ол жерден босап, неміс әйелмен отбасы құрған екен. Қара шаңырағын бір рет көруге келген күйеуі өз көзіне сене алар емес. Қартайған Мариясы күтіп алды. Екеуінің жүзіндегі сағыныштарын айтпаса да белгілі. Өмірлерінің соңғы күнінде табысқан екі қарт елдің көзіне еріксіз жас ұялатты. Соңы. Егер де әңгіме ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.